Қандабековна Жамбыл облысы Тұрарсқұлов ауданы Абай атындағы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімімін. Менің үздік тәжірибем көркем әдебиетті рухани азық еткен дарынды оқушылармен тікелей байланысты. Үздік тәжірибемді көркем әдебиетті оқытуға бағытталған талап, теория, тәжірибе деген үш тағанмен айқындауға болады. Қазіргі таңда көркем әдебиетті оқыту арқылы оқушылардың танымдық, шығармашылық қабілетін дамытып, шығармашылық тұлға қалыптастыру өзекті болып табылады. Ғылым мен техниканың, ақпараттық технологияның дамуымен көркем әдебиетті оқуға деген оқушылардың қызығушылығын төмендеп отырғаны анық. Көркем шығарма әдебиеттің құндылығы. Көркем шығарманы оқыту оқушының сөз қадірін түсінерлік ойлау әрекетін дамыту, рухани дүниесін байыту, эстетикалық талғамын жетілдіру, адамгершілік қасиетін қалыптастыру деп Қажым Жұмалиев айтқандай, ұстаз көркем әдебиетті ұлттық құндылық ретінде дәріптеп қана қоймай, алдындағы шәкірттерінің бойында қасиетті мұраны қалыптастыруы қажет. Талап, теория, тәжірибе білім алушылардың көркем шығарманы оқуға деген қызығушылығын оятуға, сөз өнерінің ерекшеліктерін түсініп тануға, ой көзімен зерделеуге негіз болатын білім, білік дағдылар қалыптастыруға, көркем мәтінді талдай білу арқылы нақты, дәлелді сөйлеуге дағдыландыруға, сөз құдіреті мен қасиетін ұғындыруға, көркем әдебиетті оқыту арқылы шығармашылық жұмыстар жазуға бейімдеуге, олардың бойында көшбасшылық қабілеттерді қалыптастыруға, шығармашылық жұмыстар арқылы ұлттық сананы жаңғыртуға, іс-әрекетті сыни бағалау арқылы өз дәлелдерін ұсына алу қабілетін арттыруға негізделеді. Талап, теория, тәжірибе үш тағанында талап оқушы тарапынан анықталса, теория мұғалімнің тарапынан, ал тәжірибе оқушы жағынан жүзеге асады. Хакім Абайдың талап, еңбек, терең ой, қанағат рақым ойлап қой, бес асыл іс көнсеңіз деген ұлттық идеяның құндылықтарын оқушы бойынан анықтау маңызды. Оқушының жанарында көркем әдебиетке деген жалт еткен ұшқынды байқаған ұстаз дұрыс бағыт бағдар беруі маңызды. Талабы таудай білім алушы дұрыс талаптанса, әрі еңбектенсе, оқушы еңбегі оның ақылы мен біліміне, көркем әдебиетке деген риясыз сүйіспеншілігіне бағынады. Талабы мен еңбегі көркем ойлау оқушыны сөзсіз игілікке яки жеңіске жетелейді. Талап, теория, тәжірибе үш тағанында дұрыс бағытталған іс-әрекеттің жеңісін оқушы көрсе, жемісін ұстаз көреді. Аталмыш үш таған тиімділігінің дәлелін оқушылардың Абай оқуларындағы жалпы білім беретін пән олимпиадасы, Абай тану олимпиадасы, Қанипа Бітібаева атындағы қазақ тілі мен әдебиет олимпиадасы, зерде ғылыми жобалар байқауы секілді байрақты бәсекелердегі жеңістерінен көруге болады. Абай оқулары байқауы дәстүрлі түрде өткізіледі. Шәкірттерінің көркем әдебиетті оқып, өзі талдап, өзі ойлауына, өзі шешім шығаруына жағдай жасау мақсатында есте сақтау қабілеті жақсы, көзінде жалыны бар оқушыларының біріне 2015-2016 оқу жылында 5-ші сынып оқушысы Жұмабек Әлибиге дәстүрлі Абай оқуларына қатысуға ұсыныс беріп, Абай шығармаларының 2 томдық жинағын қолына ұстаттым. Әлиби Абайдың 300 өлеңін, 2 поэмасын, ақын шәкірттерінің 79 өлеңін, Абайдың 40 қара сөзін жатқа біледі. Әлиби қарапайым дәптерге күнде жаттаған өлеңдерін жазып, мен мұғалім тарапынан оның күнде тексеріп отырдым. Осылайша шәкіртімнің жеңіске жетуіне ықпал еттім. Теория, тәжірибе үш тағанында тиімді жүзеге асырылған іс-әрекетті жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиадаға оқушы дайындаудан көруге болады. Талап, теория, тәжірибе арқылы қол жеткізілген нәтиже қандай? Теориялық білім, шешендік шеберлік, рухани адамгершілік тәрбие. Қандай да жас талапкердің ойлаған мұратына жетуі үшін әуелі дарын, содан соң оқу білім, оңды көзқарас, ең ақыры табанды мінез керек деген Мұхтар Мағауиннің сөзі дәл осы үш тағанға қатысты айтылғандай.